Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін мемлекет және құқық теориясының негіздері пәні бойынша сабақтың тақырыбы құқықтық мәдениет құрылымы. Сабақтың мақсаты Қазақстанда құқықтық сананың даму бағыттарын зерттеп, тереңірек қарастыру. Сабақтың міндеті қоғамдық құқықтық сана мен мәдениет түсінігін және оның түрлерін қарастыру. Өткен сабақта құқықтық сана және құқықтық мәдениет туралы теориялық сабақты қарастырып өткенбіз. Жалпы енді бүгін соған қысқаша тоқталатын болсақ, құқықтық сана дегеніміз не? Құқықтық сана адамдардың қолданып жүрген және тілек ететін, құқыққа көз қарасын білдіретін түсініктер мен сезімдер жиынтығы. Құқықтық сананың өзі екіге бөлінеді: құқықтық психология және құқықтық идеология. Құқықтық психология дегеніміз не? Тұлғалардың құқыққа қатысты сезім, көзқарас жиынтығы. Құқықтық идеология дегеніміз адамдардың құқыққа қатынасын білдіретін қағидаларының, түсініктерінің, сенімдерінің ғылыми көрінісі. Мәдениет бұл адамзат жасайтын және адамдардың рухани қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған материалдық және рухани құндылықтардың жиынтығы. Сондай-ақ қоғамның мәдениетіне бірнеше түрлерін қарастырып жатқызуға болады. Яғни ол біріншіден құқықтық, тәрбиелік, әлеуметтік, экономикалық, саяси, парасаттылық, инабаттылық, экологиялық деп бірнеше түрлерін қарастырамыз. Құқықтық сана мен мәдениеттегі негізгі мәселелерді қарастырып тоқталып өтетін болсақ, ол біріншіден халықтың құқықтық сауаттылығы мен құқыққа деген сана сезімнің төмен деңгейде болуы, елімізде құқықтық тәрбие жұмысын жандандыруға көңіл бөлінбеуі, азаматтардың көбінде демократиялық мәдениеттің жоқтығы, қоғамда әкімшілік, әміршілік жүйенің ұзақ уақыт өмір сүруі. Қазіргі өтпелі кезеңде Қазақстан Республикасының алдында тұрған мүдде мақсаттар өте көп. Солардың бірі халқымыздың құқықтық сауаттылығын көтеру және сонымен бірге оның бірнеше негізгі бағыттарын қарастыру. Яғни бірінші бағытына тоқталатын болсақ, бұл елімізде құқықтық тәрбие жұмысын жақсарту. Тәрбие жұмысын барлық бағытта жандандыруға көңіл бөлу. Халықтың рухани сана сезімін, білімін жақсарту. Мемлекеттің заң шығару, құқықтық нормаларды орындау жұмысын жақсарту. Мемлекет аппаратындағы қызметкерлердің мамандық сапасын көтеру. Заңдылыққа, құқықтық тәртіпке қатаң бақылау жүргізу. Қазақстанда құқықтық сана жүйесінің даму бағыттары. Құқықтық идеологияны қалыптастыруға қоғамдағы барлық саяси, әлеуметтік күштер, ұйымдар бәрі бірігіп үлес қосуы қажет. Құқықтық идеологияны қалыптастыру жұмысы жариялы, ашық, демократиялық түрде жүргізіліп, олардың құрған ұйымдарын қатыстыруға толық мүмкіншілік беру қажет. Құқықтық идеологияны қалыптастыру процесінде халықтың көпшілігінің мүддесін іс жүзіне асырамыз деп, азшылықтың жеке адамдардың мақсатына нұқсан келтірмеуі қажет. Құқықтық идеологияның алдындағы сан қырлы мүдде мақсаттың ең күрделісі, ең маңыздысы қоғамның саяси, экономикалық және Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін, қорғанысын күшейту қажет. Қоғамның құқықтық мәдениетінің құрылымы келесі элементтерден құралады. Бірінші, яғни бұл қоғамның құқықтық санасы мен құқықтық белсенділігінің деңгейі. Екінші, заң нормаларының даму дәрежесі, яғни құқықтың даму деңгейі, заң мәтіндерінің мәдениеті және тағы басқа сол сияқты. Үшінші, заң қызметінің даму дәрежесі, құқық шығарушы, құқық қолданушы және құқық қорғаушы қызметтің мәдениеті. Жалпы осы тақырып бойынша балалар, мен сіздерге тапсырма дайындадым. Яғни бұл тапсырма бойынша бірінші құқықтық мәдениет құрылымы, құқықтық мәдениет құрылымына сипаттама бойынша сызба құрастырасыздар. Және осы тақырыпқа қатысты үй тапсырмасы бекітілген, яғни құқықтық мәдениет
құрылымына сипаттама беріп үй тапсырмасын орындайсыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.